қош келдіңіздер. Біздің кезекті сабағымыз бүтін сандар және рационал сандар тақырыбы. Бұл тұрғысынан ең әуелі қарама-қарсы сандар туралы айтып кетуіміз керек. Бір-бірімен таңбасымен өзгешеленетін сандар қарама-қарсы сандар деп аталады. Ноль саны өзіне-өзі қарама-қарсы сан, ал натурал сандарға қарама-қарсы сандар олар -1, -2, -3, -4. Бұлар деген сияқты сандар, бұлар теріс бүтін сандар деп аталатын болады. Бір-біріне қарама-қарсы сандар туралы түсініктемені анығырақ беру үшін біз координаталық түзуде қарама-қарсы сандардың ерекшелігін айта кетейік. Координаталық түзу, координаталар басына 0 сәйкес келеді және бірлік кесінді алайық. Біз бұл түзуде бір-біріне қарама-қарсы екі санды белгілеп көрсетейік. Бұнда біз -3 және 3 сандарын қарастырайық. 3 санды координаталық түзуде 0-дің оң бағытындағы 3 бірлік кесіндіге сәйкес келсе, -3 саны координаталар түзуінде 0-дің сол жағындағы 3 бірлік кесіндіге сәйкес келетін сан болады. Бұл екі сан координаталар басына қарағанда біреуі оң бағытта, екіншісі сол бағытта жатыр. Бұларды белгілейтін кесінділер, нүктелер координаталар басынан бірдей қашықтықта. Мәселен, -3а, 3v деген нүктеге сәйкес келді деп көрсек, А нүктесінің координатасы -3 болады да, В нүктесінің координатасы 3 болады. Ал А, Б нүктелері координаталар басын белгілейтін О нүктесінен бірдей қашықтықта жатады. Немесе АО арақашықтығы тең болады О, В-ге. Бұл мысал қарама-қарсы сандардың ерекшелігін бізге айқындап береді. Енді біз келесі мысалға көшейік. Онда төменгі сандарға қарама-қарсы сандарды жазамыз. 12 санына қарама-қарсы сан, 12 оң сан болғандықтан, оған қарама-қарсы сан теріс сан, немесе -12 сан болады. Сол сияқты -13 санына қарама-қарсы сан, ол +13 саны, немесе қарапайым 13 саны. Ал 0 саны өзіне-өзі қарама-қарсы болады, оған қарама-қарсы сан 0. 12/5 санына қарама-қарсы сан -12/5 сан болмақ. Бүтін сандар жиыны. Бүтін сандар олар натурал сандар және оларға қарама-қарсы сандар, немесе теріс бүтін сандар және 0 саны бұл бүтін сандар жиынын береді. Бүтін сандар жиынын Z әрпімен белгілейді. Z жиынын біз белгілеп жазып көрсетсек, оған жаңағы 0 саны кіреді және бір-біріне қарама-қарсы -+1 +-2 +-3 деген сияқты шексіз жалғаса беретін жиынды осылай жазамыз біз. 2-ге бөлінетін, яғни жұп цифрмен аяқталатын бүтін сандар жұп сандар деп аталады. Жұп цифрлар олар 2, 4, 6, 8, 0 цифрлар екенін біз білеміз. Осы цифрлармен аяқталған кез келген сан жұп сан деп аталады. Жұп сандарды жаңағы 2-ге еселік сандар түрінде анықтауымызға болады. Бұл 2К, мұндағы К кез келген бүтін сан болғанда, бұл 2К дегеніміз барлық жұп сандарды беретін бізге формула болады. Сол сияқты 2-ге бөлінбейтін, яғни тақ цифрлармен 1, 3, 5, 7, 9 цифрлармен аяқталатын бүтін сандар, олар тақ сандар деп аталады.
Тақ сандарды біз 2k минус 1 формуласымен бере аламыз. Мұндағы k кез келген бүтін сан болғанда бұл формула бізге тақ санды береді. Рационал сандар жиыны бүтін сандар, мұнда оң теріс бүтін сандар және оң теріс бөлшек сандардың жиынтығы, олар рационал сандар деп аталады. Нөлден үлкен рационал сандар, олар оң рационал сандар деп аталады. Оң рационал сандар олар жаңағы нөлден үлкен деген шартты қанағаттандыратын сандар болады. Нөлден кіші рационал сандар, олар теріс рационал сандар деп аталады. Олар жаңағы м нөлден кіші деген шартты қанағаттандыратын сандар. Рационал сандарды Q әрпімен белгілейді. Q әрпімен белгілейді. Жалпы жаңағы Q жиынын біз жалпы түрде мынандай формуламен береміз. М қатынасы n-ге, мұндағы m бүтін сан, n натурал сан. Кез келген рационал санды осы түрде жазуға болады. Әрбір рационал сан үшін бір ғана қарама-қарсы сан болады. Ал кез келген m рационал сан үшін m минус m тең m деген теңдік ақиқат болады. Жоғарыда келтірілген формуланы бір мысалмен біз айқындай кетейік. Мұнда минус 2,7-ден 3 деген санды m бөлінген n түрінде, мұнда m бүтін сан болатындай, n натурал сан болатындай қалай жазуға болады дегенді көрсетейік. Минус 2,7-ден 3-ті бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол минус 7-ден 17 болады. Және бұл бөлшекті біз минус 17 бөлінген 7 түріне келтіре аламыз. Бұл жерде бұл жоғарыда түрге келгені байқаймыз. Өйткені жаңағы минус 17 ол теріс бүтін сан, ал 7 натурал сан. Рационал сандардың тағы да бір маңызды қасиеті ол, егер m саны оң сан болса, онда минус m теріс сан болады. Егер минус m оң сан болса, онда m теріс сан болады. Бұл қасиетке төменгі мысалдар келтіру арқылы жақсырақ түсініп алайық. Бұл жерде қарама-қарсы сандар берілген. Оларды теңдік және таңба қою арқылы бір-біріне теңестіруіміз керек. 2,3-тен 2 және минус 2,3-тен 2 арасына теңдік таңбасын қоямыз. Теңестіру үшін минус таңбасы қойылса, минус бұл жерде плюс болып кетеді. Немесе минус 2,3-тен 2-ның қарама-қарсы саны 2,3-тен 2 деген сөз. Бұл жерге минус 3,5 пен 3,5-тің арасына таңба қойып теңестіру үшін біз бұлай жазуымызға болады. Сол сияқты тең 2-ге болады. Ал дүз тең минус 100 түрінде теңестіруімізге болады. Мұнда бізге келесі мысалда m саны берілген. Олай болса, минус m саны нешеге тең болатынын көрсетуге арналған мысал. Минус 4 ол 4-ке тең болатынын түсінікті. Бұл жерде m тең 4 болса, минус m ол минус 4-ке тең болады.
Бұл жерде мына теңдік тура теңдік екені бізге түсінікті. Жерде тақ минус таңба келсе, ол минус таңбаға айналу керек. Жоғарыда болғанда мұнда 2 минус, ол жұп минус таңба қатар келді. Ол жаңағы плюс таңбаға айналып кетіп жатыр. Мұнда 3 минус таңба келіп отыр, мұнда 2, мұнда 3. Ал тақ минус таңба жақшаның сыртында қайталанып келетін болса, ол минус 3-ке тең болып түсті. Бұл жерде м минус 3 деп отырғандықтан, минус м бұл жерде оған қарама қарсы 3-ке тең болуға тиісті. Бұл жерде егер а 0-дан үлкен болуының қажет және жеткілік шарты, немесе минус а 0-дан кіші. А 0-дан үлкен болса, минус а 0-дан кіші болады. А 0-дан кіші болса, минус а 0-дан үлкен болады деген рационал санның қасиетіне берілген мысал. Егер а тең 2,5 болса, 2,5 болса, онда минус а минус 2,5 болады. Ал минус а 5-ке тең болса, онда а ол жоғарыда айтқандай минус аға тең, немесе ол минус 5-ке тең болады. Өрнектің мәнін табу керек. Кез келген өрнектің мәнін табу үшін біз алдымен өрнекті ықшамдап аламыз. Сонан кейін барып айнымалының мәнін қою арқылы өрнектің мәнін табуға тиістіміз. Бұл жерде біз минус v деген өрнекті ықшамдауымыз қажет. Жоғарыда айтқандай минус таңба жұп. 4 минус таңба берілген. Жұп минус таңба қабаттасып берілетін болса, ол плюс таңбаға айналады. Немесе бұл плюс v, немесе қарапайым v-ге тең, жай v-ге тең. Сондықтан бұл өрнектің мәні v тең минус 100 деп берілгендіктен тең минус 100 болатын түсінікті. Сол сияқты с тең 59 болса, мұнда берілген өрнектің мәнін табу керек. Бұл жерде минус таңбаның саны 5. 5 минус таңба, тақ минус таңба қабаттасып келген жағдайда бұл минус таңбаны береді. Немесе бұл өрнектің мәні қысқартылған түрі минус с. С тең 59 болатын болса, с-нің орнына 59 қоямыз, минус 59-ға өрнектің мәні тең болады екен. Келесі мысал, тағы да өрнектің мәнін табуға арналған. Мұнда d-нің мәні өрнекпен берілген, минус d-нің мәнін есептеуіміз керек. Ол үшін алдымен d-ні беретін өрнектің мәнін есептеп шығарамыз. 68-ді 2-ке бөлеміз, 34. Бұл жерде 24-тен 4-ті тура азайтып жазуға болады. Немесе бұл жаңағы қосудың теримділік заңын пайдалануымызға болады. Ол плюс 20. Немесе 54. Бұл d-нің мәні 54-ке тең. Олай болса, минус d-нің мәні минус 54-ке тең болатын түсінікті. Сондай ақ минус e-нің мәнін табуымыз керек. Бұл жерде минус e ықшамдаймыз өрнекті. Бұл жаңағы 2 минус таңба келгендіктен минус плюс болады, немесе бұл e-ге тең. Бұл өрнектің мәнін табу үшін біз e-ні беріп отырған санды өрнектің мәнін тапсақ жеткілікті. 1,32-тен 0,12-ні азайтамыз. Ол 1,20. Үтірден кейінгі санның артындағы 0 ескерілмейді. Сондықтан бұл 1,2. 1,2-ке қосамыз. 0,8-ді. Бұл 2 бүтін береді. Оны біз жаңағы бағандап қосу арқылы орындауға тиістіміз.
0, 1 ой. Ойдағы 1 мен 2. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.